Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен басқа адамның сөзі неге сізді өзіңізден шығарып жібереді деген тақырыпқа әңгімелесетін боламыз. Мысалы, басқа бір адамның айтқан сөзі өзіңізге күмәндануға итермелейді. Өзіңізден күмәндана бастайсыз. Мысалға, сізге сен ақымақсың деп айтса, сіз күмәндана бастайсыз. Ол маған ақымақ деді ғой, бәлкім мен шынымен ақымақпын. Немесе сен өмірде ешқандай жетістікке жеткен жоқсың. Сен неудачниксің деп айтса, сіз бәлкім оның сөзінің жаны бар деген сияқты күмәндана бастайсыз өзіңізге. Басқа біреудің айтқан сөзі сізге ықпал етеді. Немесе шешім қабылдарда сіз бір нәрсені шештіңіз. Мысалы, бір университетке түсемін деп шештіңіз. Сөйтіп келе жатасызда, басқа біреулер жоқ, мына университет жақсы, біреу мына университет жақсы. Енді әркім өз пікірін айта бастайды. Сіз өзіңізге тағы да күмәндана бастайсыз. Басқа біреудің сөзі өзіңізге тағы да күмән туғызады екен. Неге олай? Неге басқа бір адамдар, мысалға оларға сен жамансың, сен ақымақсың деп айтса, дейді да, түк мән бермейді. Оларды орнынан қозғалтпайды. Оларға шыбын шаққандай болады. Ал неге дәл сізге басқа біреудің сөзі өз әсерін тигізеді? Неге орныңыздан қозғалтып жібереді? Неге ол сізге сондай әсер етеді? Бүгін сол жайлы әңгімелесетін боламыз. Бұл қайдан шыққан әдет? Әрине, біздің кішкентай кезімізден шыққан әдет. Мысал алатын болсақ, кішкентай кезімізде басқа адамның айтқан сөзі біз үшін заңдылық. Оның айтқан сөзі шындық. Себебі біздің өзіміздің көзқарасымыз әлі қалыптаспаған, көзқарасымыз жоқ. Сол үшін басқа адамның айтқан сөзі шындық. Біз жауапкершілікті басқа адамға береміз. Билікті басқа адамға береміз. Біз әлі еш нәрсе білмейміз. Өзімізге сенімсізбіз. Әлі. Ол бізде кішкентай кезімізде сол әдетке біз үйреніп қалғанбыз кішкентай кезімізде. Содан кейін өскенде біз физикалық тұрғыдан өстік, біз дамыдық, әйел болдық, еркек болдық. Бірақ та эмоционалдық тұрғыда сол әдет бізде қалып қалған екен. Жаңағы жауапкершілікті басқа адамға беру, билікті басқа адамға беру. Басқа адамның сөзі бізге шындық. Менің өзімнің ішкі сөзім әлі еш нәрсені білдірмейді. Бірақ басқа адамның сөзі ол шындық деген бізде әдет қалыптасқан. Бірақ біз қазір өстік, біз ересек болдық, біз тәжірибе жинадық, біздің пікіріміз бар. Критикалық ойлау қабілетіміз бар қазір. Яғни, қазір біз ойлана аламыз. Қазір біздің өзіміздің пікіріміз бар. Яғни, басқа адамға жауапкершілікті берудің қажеті жоқ. Өйткені сіз ересек адамсыз. Кішкентай кезіңізде, сізге тыңдаудан басқа амал жоқ, өйткені сіз әлі еш нәрсе білмейсіз. Қазір сіз ересек адамсыз, басқа адамдарды тыңдау міндетті емес. Сіз өмір сүре аласыз, сіз білесіз өмірді. Яғни, неге басқа адамның сөзі сізді өзіңізден шығарып жібереді? Неге басқа адамның сөзі өзіңізге сенімсіздік тудырады? Неге сіз оған тыңдайсыз, өзіңіздікі дұрыс емес деген күмән пайда болады? Өйткені, жаңағы айтқан бала кездегі әдет бізде әлі қалып қалған. Эмоционалдық тұрғыда біз әлі ересек болған жоқпыз деген сөз. Мысалға алатын болсақ, сізге біреу келіп, мына бизнесіңді қоя ғой, сен ана жұмысқа кірсеші. Адам сияқты күнде сол жұмысына барып, тыныш сол жұмысыңды істей бер. Бизнесін не істейсің, ертең ақшаның бәрін саласың, кедей болып қаласың. Мына жұмыс саған пайдет деп айта бастағанда, сіз өзіңізге күмәнданасыз. Бәлкім оныкі дұрыс шығар,
бәлкім ол дұрыс айтады деген сияқты күмән пайда болады. Немесе дауласа бастайсыз. Жоқ, неге өйтіп айтасың? Маған оны ұнамайды деген сияқты. Онымен дауласа бастайсың, өзіңдікін дәлелдей бастайсың, ұрсыс болады деген сияқты. Неше түрлі варианттар болады. Бірақ бұның барлығы дұрыс емес. Оның орнына не деп айту керек? Оның орнына өзіңізге айтыңыз, өзіңізбен сөйлесіңіз. Ол өзінің пікірі бар, айта берсін. Бірақ та сен ересек адамсың, сен өзің білесің, не саған ұнайды. Ана жұмыс саған ұнамайды, сен сол үшін шығып кеттің. Мен өзіме сенемін, мен ғана білемін, маған не ұнайтынын. Ол кісім бәлкім маған жақсылық дейді, бірақ мен өзім білемін, маған не ұнайтынын, не ұнамайтынын. Менің тәжірибем бар, мен шешім қабылдай аламын, мен ересек адаммын, мен жауапкершілікті өзімнің қолыма аламын. Бұрын мен кішкентай кезімде тыңдағанмын ата-анамды, ересек адамдарды. Бірақ қазір мен ересек адаммын, жауапкершілікті өзімнің қолыма аламын, және менің ойлағанымдай болады. Себебі ешкім білмейді маған не жақсы, не жаман екендігінің. Мен жауапкершілікті өз қолыма аламын, билікті де өз қолыма аламын. Ал екінші себебі, сіз өзіңізді әлі жақсы танымайсыз. Өзіңіздің жетістіктеріңізді, өзіңіздің мықты жақтарыңызды әлі нақты білмейсіз деген сөз. Білесіз, бірақ ұмытып қалдыңыз деген сөз. Ол үшін не керек? Сізге мынандай практика айтамын. Өзіңіздің жетістіктеріңізді, 5-6, 10 болсын жетістіктеріңізді санап шығыңыз. Мысалы, мен мектепті 5-ке бітірдім, мынандай жерде жұмыс істедім, мынандай ақша таптым, мына жерде көмектестім. Жетістіктеріңізді жазып шығыңыз қағазға, немесе ойыңызда айтыңыз. Әрине жазған эффективтірек. Содан кейін таланттарыңызды есіңізге түсіріңіз. Мен ән айта алам, би билей алам, домбырада ойнай алам, және тағы басқалар. Талант. Және өзіңіздің келбетіңізде не ұнайды? Менің шашым әдемі. Құдайға шүкір, Аллах тағала маған әдемі шаш берген. Құдайға шүкір, Аллах тағала маған әдемі көздер берген. Шүкір, денім сау. Өзіңіздің келбетіңізде не ұнайды? Денсаулығыңыз үшін шүкіршілік айтып шығыңыз. Бұл жерде мынандай нәрсе маңызды. Өзіңіздің жетістіктеріңізді айтқанда Құдайды кірістіріп айтыңыз. Аллах тағаланың арқасында мен осындай жетістікке жеттім. Аллах тағаланың арқасында менде осындай талант бар, өйткені Құдай маған берген. Аллах тағаланың арқасында менде осындай әдемі көздер бар деген сияқты. Себебі сіз айтсаңыз, ол менің жетіскен жетістіктерім, ол менің нәрсем деп айтсаңыз, ол тәкаппарлыққа апарады, ол бізге керек емес. Сол үшін барлығы Құдайдың арқасында деп айту маңызды. Ең сонда сіз енді өзіңізді білесіз. Қолыңызда жаңағы список бар. Күнді сол списокты қайталай беріңіз. Ойыңызда болсын, қағазда оқып болсын, қайталай беріңіз. Сонда сіз өзіңіздің жетістіктеріңізді білсеңіз, кім екеніңізді, жақсы жақтарыңызды білсеңіз, басқа адамның айтқан сөзі шыбын шаққандай болып қалады. Сіз білесіз, мен жақсы адаммын, мен бағалымын, оның айтқан сөзі мен жайлы ешнәрсе айтпайды. Ол мені қате көріп тұр. Ол дұрыс көріп тұрған жоқ. Мен білемін ғой кім екенімді деп өзіңізге сондай ойлар келе бастайды. Сондай ойлар келе бастайды. Құрметті достар, бүгінге осы. Егер де менің видеом сізге пайдалы болса, міндетті түрде комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.